бізде абсд қабырғасы 20 сантиметрге тең шаршы боялған алаңның ауданы. Негізі қараңыздар, жалпы біз 6 класс, 5 класс оқушымыз ғой, енді. Мынандай фигуралардың біз аудан таба алмаймыз негізі. Мынандай бір түрлі. Біз таба аламыз тек қана квадраттың, үшбұрыштың, немесе дөңгелектің деген сияқты. Сондықтан бұл жерде біз не істеуіміз керек? Бір әдіс ойлануымыз керек. Так, біз не істесек болады? Мына бір түрлі мына жерлер, Енді егер мынаны бүйтіп шеңберге толықтырсам, шеңберді толықтырып жіберсем, менде мынау артық жерлер қалып қойды. Мен осыны әкеліп мына жерге қойып жүрсем бола ма? Ровно киіле ма? Мынаны әкеліп мына жерге қойып жүрсем, киіледі. Мынаны әкеліп мына жерге қойып жүрсем, киіледі. Сонда менде мында шаршы пайда болады екен, балалар. Мынандай бір кішкентай шаршы. Енді қараңыз, мынаның барлығы 20 сантиметр. Демек, мынау 5 деген сөз ғой. Солай ма? Енді 5 болса, мынау 10. Мынау да 10. Демек, оның ауданы қанша болады? 10-ның квадраты 100. Бізде мынау 100 болды. Мұнан бәрін алып ескерген кезде бірге барлығы 100 болды. Енді қараңыз, мына жақта менде бір дөңгелек қалды. Оның радиусы 5. А формула қандай бізде? Пи ар квадрат. Енді 5-тің квадраты 25, пиді 25-ке өтсек 25 пи болады. Келісеміз бе? Сонда қараңыз, 25 пи қосылған 100. Айтуыңыз мүмкін, пи деген 3,14 қой, немесе 3 деп аламыз кейде деп. Бірақ кейде ол пиді ашып жазбайды да. Яғни просто пи күйінде қалады. Келесі. Бізде не дейді? Диаметр 8 см бірінші доңғалақ 15 айналым жасағанда баратын қашықтығы екінші доңғалақ 20 айналым жасайды. Екінші доңғалақтың радиусы табылады. Қараңыз, мысалы мынандай бір велосипед бар. Так, мен қазір суретке онша жоқпын. Мына жақтағы дөңгелегі бізде кішкентайлы болсын. Осылай, мынау мысалы диаметр 8 см-ден, ол бүйтіп айналған кезде 15 рет айналым жасайды дейді бізге. Мынау кішкентай болса, ол көбірек жасай ма, азырақ жасай ма, қалай ойлайсыздар? Әрине азырақ, демек, то есть көбірек, кішкентайы көбірек жасайды. Өйткені бір белгілі бір қашықтықты жүріп өту үшін, ол кішкентай дөңгелекке көп айналу керек та, жету үшін бір жерге. Енді қараңыз. Бізде 8 сантиметр болған дөңгелек 15 айналым жасаса, 20 айналым жасау үшін бізге қанша болу керек диаметр дейтін болсақ, ол кері пропорция болады. Яғни былайынан көбейтеміз. Сонда бұл 20х қой бізде. 8-ге 15-ті көбейтетін болсақ 120. 120-ны 20-ға бөлетін болсақ 6. Сонда оның диаметрі 6 сантиметр болу керек. Осы жерде қарау керек. Қараңыз, мынандай бір ловушка бар екен есепте. Бұл жерде бізде мұнда диаметр, Біз және мынаны тапқанымыз бұл да диаметр. Бірақ бізден нені сұрап тұр екен, балалар? Радиусын сұрап тұр. Демек, 6 деген жауап болмайды да, 3 деген жауап болады. Түсінікті? Кеттік ары қарай. Мынау 20-сын шешсек, бұл жерде, мысалы, мынау осы көбейтіп отыратын балалар бар. Жоқ, көбейтпейміз. Қарасаңыздар, шынайы астын біз қосатын болсақ, астындағыларды қосатын болсақ, оларды қысқартуға болады екен. Так, 1, 3, 5, 8, 6, 4, 2 дейді. Мына екен қосақ 10, 20, 8, 8, 36 болады екен. 36-ны мен қысқартсам, қараңыз, 4-ке. Мұнда 9 қалады. А мұнда 1, 1, 1, 1, 1. 9 мен қысқарады, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Сонда осындай сан қалады екен. Енді келесісіне көшеміз. Келесісінде бөлу болып тұра берсін әзірше. 3, 3, 3, 3, 3, көбейту 7, 7, 7, 7, 7, 7. Ал мұнда қанша? 7, 21-нау. 21-нау қысқарады. Мұнда 1, 1, 1, 1, 1. 3-ке қысқарып жатыр ғой. 7 қалды, 7-нен 7-ге қысқарады. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Енді бізде осы екеуін бір-біріне бөлу керек екен. Енді бірдей сандарды бір-біріне бөлсе, әрине бір шығады. Оны көбейтіп мәнін табудың қажеті жоқ қой. Келесі есеп. Келесі бізде пропорция екен, Қалай шығарамыз? Енді мына жерде біз есептей салу керек, ерінбей. Мына екеуін қоссам 6 болады. 6-ны минус 1,2-ге бөлсем, ол менде минус 5 болады. Мұнда 3 бөлу 0,4 болады. Болды, ары қарай пропорция. 3 көбейту минус 5. 3 көбейтілген минус 5 бөлінген 0,4. Сонда менде мынау минус 15 болады. Көбейту 2-ден 5-те жіберсем болады ма? Сонда минус 37,5 шығады екен. Кеттік ары қарай.
22-ші есеп бізде y тең 3x минус 7 функциясының анықталу аймағы. Осы болғанда функцияның мәндер аймағы. Қараңыздар, анықталу аймағы деген ол x-тің мәндері ғой. Ал функция деген ол y. Функция дегеніміз ол y. Сонда бізге осы x-тер осыған тең болса дейді да, қазақша аударсақ. X-тің мәндері осы аралықта болса дейді, не көріп тұрсыздар. Y-тің мәндері қайда болады дейді ол кезде. Онда бітеміз. X-тің ең кіші мәнін қоямыз. 3 көбейтілген -2. Өйтіп -7. Тауып аламыз, ең кіші мәнін қойып, ол кезде менде -13 шығады. Енді Y-тің ең үлкен мәнін тауып керек, ол үшін 3-ті қойып көрейік. Ол кезде 2 шығады екен. Демек Y бізде -13 пен 2-нің аралығында жатыр. Енді қараңыз, бізде -13 тік жақша болады. Неліктен? Өйткені мұнда -2 ол есептеледі. Яғни -2-ні санауға болады. -13-тің өзі кіреді деген сөз. Демек осы аралық екен. Жақсы, ары қарай кеттік. Төмендегі графиктен қайсысы сызықтық функция? Сызықтық деп өзі атау айтып тұр ғой. Сызық деген осы. Мысалы, мынау енді дөңгелек көріп тұрғанымызда, парабола деген сияқты, мынау қисық сызық. Жақсы, ары қарай. Абысы үшбұрыштың ауданын табыңыздар дейді. Жақсы. Бізге мынаны боялғанның ауданын табу керек қой. Былай жасайық. Бұның барлығының ауданы қанша? Негізінде 10 көбейтілген 15,5 десем келесіздер ме? Барлығының ауданы ол 155. Өйткені мынаның барлығы менде 15,5, оны 10-ға көбейттім. Осы жерде мына жарты жағын таба аламыз ба? Ол үшін 155-те 2-ке не істеу керек? Бөлу керек. Сонда 77,5. Демек, мына жағы 77,5 болды. Бір жағы 77,5, бір жағы 77,5. Енді бізге мына бір жағын алып тастау керек. Бұны қызылмен қоя салайын, мына жағын алып тастау керек. Оны қалай алып тастаймыз? Бұл мына бір тік төртбұрыштың жартысы десем келісесіздер ме? Мына бір тік төртбұрыштың жартысы. Ол 10-ға 6-ны көбейтеміз. 60, оның жартысы 30. Демек, 77,5-тен 30-ды алып тастасақ жеткілікті екен. Кеттік ары қарай. 47,5 деген бар бізде. Квадраттың қабырғасын табыңыз дейді. Мысалы, квадраттың 4 бөлікке бөлінген, және ол 4 бөлігі қандай болар? Бірдей. Қайдан білеміз? Өйткені диагоналдар қаққа бөлінеді, мыналар табандары да бірдей. Енді осындайдан 4-еу бар бізде. Демек, 6,125-ті 4-ке көбейтем. 25 шығады. Енді квадраттың қабырғасы қанша болу керек? Ауданы 25 болу үшін. Сызықтық функцияда бұрыштық коэффициент. Қараңыздар, бұрыштық коэффициент дегеніміз не? Ол y-тен kx плюс b деген жалпы түзу сызықтың формуласы. Осы жерде k-ны бұрыштық коэффициент деп айтады. Яғни ол x-тің алдында тұратын санда, бірақ мынандай момент бар, бір нюанс бар да. Ол жерде біз бұрыштық коэффициент деп оны атау үшін, ол осындай формаға келу керек. Мысалы, мынандай формада тұр ғой, бұл ұқсай ма екеуі? Ұқсамайды. Өйткені y тең деген, яғни y тең 3x минус 1 десе, k тең 3, бұрыштық коэффициент 3 деп айта аламыз. Бірақ ол мынандай формаға келу керек екен. Яғни y-ті x арқылы өрлету керек қой. Сонда минус жазып алайын. 3x минус 5y плюс 6 тең 0. Енді y бір жақта қалу керек. Минус 5y минус 6 минус 3x. Енді y тең, просто y табу керек бізге. Минус 5-ке бөлеміз. 1,2, плюс 0,16x. 0,16 деген жауап бар ма бізде? Бар. Шатас кетпеу керек. 5 бөлінген 3 пен 3 бөлінген 5. Кеттік ары қарай. Бізде бұны не дейді? Төменде берілген аралас периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдырыңдар дейді. Жақсы. Енді бұны айналдыру үшін қараңыздар. 423-тен 4 алып тастайын. Жақшада жоғын. Сосын 2 мен 3 тұр ғой. Сонша 9 жазам. 9. Одан кейін бір жақшаның сыртында қанша цифр болса, сонша 0 жазамыз. Сонда 990-нан 419 болады. Бар ма ондай? Бар. Ары қарай кеттік. Факториал, бұл нені білдіреді десеңіздер, бұл мынаны білдіреді. Яғни, мысалы 5 факториал деген 5-ке дейінгі натурал сандардың көбейтіндісі ғой. 5-ке дейінгі натурал сандардың көбейтіндісі. Енді, мысалы 120. Бізге n плюс 1, n плюс 2 бар екен. Негізі осы жерде мен сіздерге шатаспас үшін бір лайфхак айтайын. Негіз бұл жерде 7-ші класстағы ықшамдау, өрнектермен бір әртүрлі амалдар қолдануда бұл жерде. Бірақ біз бүйтсек болады. n-нің орнына осы 5-ті қоя салсам. Қалай қарайсыздар? Едетім 4 қоя салайын.
Мында 4 плюс 1-дің факториалы қосылған 4 плюс 2-ның факториалы. Бөлінген 2 көбейтілген 4 факториал қосылған 4 қосылған 1-дің факториалы. Сонда бізде мынау 5 факториал қосу 6 факториал. Мұнда 2... Так, не өп кетті? Так, ереке, осы есепті қоспаймыз. Қиямыз. Осы жерге дейін. Мынаны басынан бастап түсіндірем.